Кездейсоқ алынған екі таңбалы санның жай сан болу ықтималдығын анықтаңыз деген есеп. Осыдан бастап шығара берейік. Так, мына жақта мен қазір звуктарды полный өшірейін. Екі таңбалы сандардан балалар жай сандарды біз табуымыз керек. Жай сан деген бірге және өзіне ғана бөлінетін сандар болғандықтан олар бізде 11-ден басталады. Қарай санаймыз енді. Және жай сандардың барлығы тақ сандар, жұп сандар жай сан бола алмайды. Тек қана бір жұп сан жай сан болады, ол 2 деген сан. Жалпы жай сандар 2-ден басталып кете береді. 3, 5 деп. Анықтамасы бірге және өзіне ғана бөлінетін сандар. Келесі жай сан қандай сан 11-ден кейін? Біз бірінші екі таңбалы жай сандардың санын тауып алайық. 11, одан кейін 13, одан кейін 13-тен кейін кетеді. 17, 19, 23 дейді. 27 жатпайды, 9-ға бөлінеді балалар. Және 3-ке де бөлінеді. 29 жата ма? 31, 33 жатпайды балалар. 3-ке бөлінеді. 37, 39, 15 жатпайды, 5-ке бөлінеді, 3-ке бөлінеді. Бұл жерде ешқандай санға бөлінбейтін сандарды айтып жатырмыз. 39 3-ке бөлінеді, жатпайды. Одан кейін 41, 43, 43, 47 дейді. 49 жатпайтын сияқты. 49 точно жатпайды. Ол 7-ге өтсең 49. 7-ге бөлінеді точнее. Одан кейін 49-дан кейін 51 жата ма, жатпай ма? 51 3-ке бөлінеді. 53 53, 57, 59, 61 61. 63 жатпайды. 63 бізде 8-ге бөлініп кетеді. 8-ге бөліне ме, әлде қаншаға бөлінеді? Бөлінеді сан ғой. Біздің көбейт таблицамызда бар сан ғой. 9-ға бөлінеді, 7-ге бөлінеді. 61-ден кейін 65 жатпайды, 67. Так. 69 ше. Жатпайды, ол 3-ке бөлінеді. 71. 71 3-ке бөлінетін сияқты. Или бөлінбейді, 71 жататын сияқты. 3-ке бөлінбейді. 61 бөлінеді ма 3-ке? Так, 61 емес. 81 бөлінеді. Так. 57 жатпайды ағай дейді. Окей. 71-ден кейін 73, 75, 77 жатпайды, 79 жата ма? 79, 83, 83. Одан кейін 85 жатпайды, 87 ше. 87. Жатпай ма 87? 87 9-ға бөліне ма? Жоқ, 9-ға бөлінбейді. Қаншаға бөлінеді 87? Так, 89 ше. 89, 91 точно жатпайтын сияқты. Жатам әлде көрейін, жаза берейін. 93, 97. Бұл осымен қалады, 97 соңғысы болады. Еще ол бір санға бөліну мүмкін. 97 деген 9-ға 7-ні қоссаң 16, е? 91 7-ге бөлінеді бәсе.
В общем, осылай енді жазып аламыз, одан кейін сызамыз. Мына 91-ді 7-ге бөлінетін. 93 3-ке бөлінеді дейді. Иә, 93 вообще 3-ке бөлінеді ғой. 97 ешқандай санға бөлінбейді да. 97. Екі таңбалы санға да бөлінсе болады негізі. Бірақ 7-мен аяқталып тұрып бөлінбейді сияқты. 57 қаншаға бөлінеді дедіңдер сонымен? 57 қаншаға бөлінеді дедіңдер? 3-ке бөлінеді. 3-ке бөлінеді. 9-ға да бөліне ма? 9-ға бөлінбейді, 3-ке бөлінеді. 57 жатпайды. Так, ауысып кетті. Болды ма, қалғандарына не жоқ па? Сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 болып келді енді. 61 ше. Солай жазып уақыт құртамыз ба? Иә, уақыт құртамыз. Сонымен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20. Мен 21. Барлық қанша сан десе 90 сан, бізге керегі 21 дейміз. Или 22. Ай осыны жаттап алу керек дейді. Так, 90-нан 21 болып қалды. Бұны яқта біреу артық сияқты бізде ше. Дұрыс санамадым ба мен? 99 болмайды ғой, 3-ке бөлінеді ғой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ешқандай сандарды ұмытып кеткен жоқпыз, жалпы мағынасы осындай енді. 3-ке қысқартсақ 30-дан 7 болады, жауап В нұсқасы дейді. Барлығы 90 дегенде балалар, ықтималдық дегеніміз енді айтайық. Ықтималдық деген ол астына барлығын жазады, барлық жағдайды. Үстіне бізге керек жағдайларды жазады. Немесе Қайрат Нұртас дейміз. Үстіне керек жағдайлар, астына N барлық жағдайлар. Бөлімін неге 90 деп алдық? Өйткені екі таңбалы сандардың барлығының саны 90. Енді айтады, кездейсоқ алынған екі таңбалы санның, 90 санның ішінен кездейсоқ алады екі таңбалы сан. Сол жай сан болу ықтималдығы. Жай сандар бізде барлығы 21, 90-ның ішіндегі. Сол 90-нан 21 дей саламыз, болды. Бұл болсын, түсінікті ма? Ықтималдылық сөзіндегі 12 әріптен кездейсоқ таңдалған әріптің Т әріпі болу ықтималдығын табыңыз. Алтынбек Аружан сыз тастады. Аружан қойсаш. Енді ықтималдылық сөзінде бізде 12 әріп бар. Енді Т әріпі қанша ол? Біз барлығын астына жазамыз 12 деп, Т әріпі біреу болғандықтан. Енді біреу ақ, 12-ден 1 болады. В нұсқасы. Ойбай, так. Болды. Екі таңбалы деп тұрған 99-ға дейін ойлап тұрмын. Дұрыс қой, 99-ға дейін ғой. Бірақ 99 жай сан емес. Жай сан деген бөлінбейді ешқандай санға. Мына жердегі сандарша 11, 13, 17, 19 бөле алмайсың ешқандай санға, Сондай сандар бірге және өзіне ғана бөлінеді деген, ол ешқандай санға бөлінбейді деген сөз ғой. Мысалы 19 алма болса, оны 3 адам, 4 адам болса, бөліп жей алмайды дегендей ғой. 2 адам да бөліп жей алмайды. Қырыласың деген. Айнұр, төменде берілген сандардың біреуін өшірді, өшірген санның жай сан болу ықтималдығын табыңыз. Енді бізде астына барлығын жазамыз. Қанша сан бар? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10 сан бар, 10 сан. Енді өшірген санның жай сан болу ықтималдығы. Жай сандар қанша ол? Жай сандарды санайық енді.
13 жайсан ба? Жайсан. 2 жайсан ба? Жайсан. 21 жайсан ба? Жоқ. 5 жайсан. 27 жайсан емес, 31 жайсан болады. 33 7 жайсан. Бесеу екен сонда. 0,5 екен сонда. Анықтаймыз. 13 2 5 31 7. 31 ешқандай санға бөлінбейді. 13 те бөлінбейді. Қорапта 24 қызыл, 18 ақ және 20 жасыл шар бар. Қораптан кездейсоқ алынған бір шардың ақ түсті болу ықтималдығын көрсетіңіз деген. Астына барлық түсті шарларды қосып жазамыз. 24 қосу 18 қосу 20 деп. Одан ақ түсті болу деді. Ақтар қанша? 18 үстіне жазамыз. Сонда бізде астында 42 62-ден 18 болады. 62-ден 18 немесе 31-ден 9. Жоқ, сынысқасы. Дариға тақтаға бір таңбалы бір сан жазды дейді балалар. Сол санның жай сан болу ықтималдығын көрсетіңіз дейді. Қараңдар. Жалпы бір таңбалы қанша сан бар бізде? Бірден басталады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 сан бар, Сонда 9-дан енді айтады. Барлығы 9 жай сан болу ықтимал. Жай сандар мынау жай сан, мынау жай сан, мынау және мынау жай сан. Келісесіңдер ғой, 9-дан 4 деген сонда. Болды әшейін, балалар, астына барлығын жазамыз, үстіне бізге керегін жазамыз. Болды. Жауап айтпа десе дейді Аружан. Келесі сеп, жәшікте 13 қызыл, 15 ақ және 11 жасыл шар бар. Жәшіктен кездейсоқ алынған бір шардың қызыл түсті болу ықтималдығын көрсетіңіз дейді. Барлығы балалар 39, Қызыл түсті болу дейді. Неде қызылдар 13. 39-дан 13, 13-ке қысқартып жіберсек, 3-тен 1 шығады. Жауап анықтаймыз. Бір жай санға жатпайды. Бір жай сан емес, жазып алыңдар. Бір жай сан емес. Нысана іштей сызылған дөңгелегі бар квадрат дейді. Яғни мынандай квадрат екен. Так, мынандай квадрат. Ішінде дөңгелек сызылған дейді. Осындай. Нысанаға тиген бір оқтың дөңгелекке тию ықтималдығын көрсетіңіз дейді. Жай сан екі санға өзіне және бірге. Енді мына есепке оралайық балалар, барлық фокусымыз салайық. Былай деп есептейік. Квадраттың қабырғасы А болсын. Енді квадраттың ауданын табайық біз. Және шеңбердің ауданын табайық. А бойынша. Енді квадраттың ауданы бізде А квадрат. Шеңбердің ауданы бізде πr квадрат деген формуламен анықталады. Пи деген ол тұрақты 3,14-ке тең. R деген ол радиус. Радиус деп отқаның мені мына жер. Ол квадратқа іштей сызылған шеңбердің радиусы балалар. Мынау квадраттың қабырғасының жартысына тең, көріп отырсыңдар ма? Мына фиолетовыйдың да қараның жартысына тең екен. Мына жеріміз бізде мынаның жартысына тең. Менің жүргізген плавно көрініп тұр ма, или қатып көрініп тұр ма? Қызылмен мен қазір көрсетіп отырмын мынаны деп. Қатып жатыр ма, или қатпай жатыр ма? Плавно ма? Болды. Енді бізде бұның радиусы демек неге тең десе айтасыңдар. А-ның жартысына тең, А бөлінген 2-ке тең. Сонда пи көбейтілген А бөлінген 2-ның квадраты дейсің. Радиустың орнына қойдық. Сонда пи көбейтілген А квадрат бөлінген 2. 4 деген.
бізде дәреженің қасиеті бойынша бөлшекті квадраттасақ балалар, ал мұнда бөлімінде квадраттаймыз. Жақсы ма? Мына квадрат бар ғой, иә? Мына аға да, мына астындағы екіге де тиесілі. Сонымен бізде не шығады енді? Енді балалар қараңдар. Енді айттық қой, біз нысанаға тиген бір оқтың дөңгелекке тию ықтималдығын көрсетіңіз. Жалпы бізде енді формула бар. Кез келген ықтималдықтың есебіне қолданатын формуламыз ол қайрат нұртас деп аталады. Алымына бізге керек жағдайды жазамыз, бөліміне барлық жағдай. Енді ол нысанаға тиген деп тұрмыз. Нысанаға тиеді. Нысана бізде квадрат тәріздес балалар негізі. Түсініп отырсыңдар ғой, нысана негізі квадрат бізде. Сол квадраттың ауданын жазамыз астына, а квадрат деп. Ал бізге керегі сол квадраттың ішіндегі, мына айтады, нысанаға тиген бір оқтың дөңгелекке тию ықтималдығын көрсетіңіз. Дөңгелекке тигені керек бізге. Ал дөңгелектің ауданы пи көбейтілген а квадрат бөлінген 4-ке тең. Болды, осыны шығарамыз. Түсіндіре алдым ба? Балалар, түсіндіре алдым ба? Енді мощный есеп деп ойлаймын. Сонда пи көбейтілген а квадрат бөлінген 4. Көбейту дейміз, ана бөлініп тұрған нәрсе ғой негізі. Жарайды, бір бит жазайыншы. Бөлінген а квадрат. Енді пи көбейтілген а квадрат бөлінген 4. Көбейту. А квадрат енді а квадрат бөлінген 1 ғой негізі. Сол 1 бөлінген а квадрат болып кетеді. Сөйтіп, осы жерден а квадраттар наяқта жойылады. Пи мен 1 көбейтіледі, 4 пен наяқта қалған 1 көбейтіледі. Сонда пи бөлінген 4 қалады. Ықтималдығымыз осыған тең екен. Жауап В нұсқасы. Осылай балалар. Түсінікті болса 4+. Так, келесі кетті онда. 4+ болса. Так, кестеде қораптағы түрлі түсті бірдей шарлардың сандары көрсетілген. Ақ 14, қызыл 17 деген сияқты. Ал қораптың ішіне қарамай, одан міндетті түрде 3 түрлі түсті шар болатындай етіп, ең кем дегенде алуға болатын шарлар саны дейді. Не дейді? Қораптың ішіне қарамай, одан міндетті түрде 3 түрлі түсті шар болатындай етіп, ең кем дегенде алуға болатын шарлар саны. Бұндай жағдайда балалар, біз өзімізді неудачник сезініп, ең жолымыз болмаған жағдайды қарастыруымыз керек. Не үшін десе, өйткені біз ең жолымыз болмаған жолды қарастыру себебіміз айтады, одан міндетті түрде 3 түрлі түсті шар болатындай. Яғни біз осыншама рет десек, міндетті түрде ең нашар жағдайдың өзінде ол 3 түрлі түсті шарды алу керек. Енді бізде наяқтан ең көбі көк болғандықтан көктен бастап алып бастаймыз. 29 көкті аламыз. Одан кейін бізге сарылар одан кейін көбе, сарыларды аламыз 23. Одан кейін барып енді айтамыз. Жасылдарды алып бастасам ба екен, қызылдарды алып бастасам ба екен, ақтарды алып бастасам ба екен. Қызылдар көп қой, қызылдарды алып бастайын деп сен енді біреу алсаң жеткілікті да уже. Балалар ше. Өйткені мынаяқтан сен көктерді алдың 29, 23 сарын алдың. Енді сен қандай шар алсаң да үшінші түс болады. Ақ бола ма, жасыл бола ма, қызыл бола ма, разница жоқ. Уже сенде 3 түрлі түсті шар болады. Бір рет аласың 3 болды. Сонда бізде 53 болады екен жауап. Бұндай кезде балалар логиканың есебі, логикалық есеп. 53 рет сен алсаң, міндетті түрде қолыңда 3 түрлі түсті шар болады деген мағына ғой бұл жерде, түсіндіңдер ма? Нерде айтады, міндетті түрде 3 түрлі түсті шар болатындай етіп, ең кем дегенде алуға болатын шарлар саны. Ең кем дегенде деген мағынасы
Мысалы мен 55 рет алсам да болады, бірақ ең кемі 53. Біз 100% сенімді болу үшін ең кемі 53. Сендер ойлап қалмаңдар, 3 болмай ма жауап ағай? Ең кемінде деп тұр ғой деп. Жоқ, міндетті түрде сен 3 рет алғанда 3 түрлі түсті шар шығады деп айта алмайсың. Ал 53 рет алсаң сен айта аласың. Так, тура сонда естеп, қораптың ішіне қарамай, одан міндетті түрде дейді, көк немесе сары түсті шар болатындай етіп, көк немесе сары, көк сары шар болатындай етіп, ең кем дегенде алуға болатын шарлар саны дейді. Так, енді жазайық. Міндетті түрде көк немесе сары түсті шар болатындай етіп. Демек, бізге көк пен сары керек болса, біз балалар қызылды аламыз, жасылды аламыз, көкті аламыз. Өйткені біз ең нашар жағдайды қарастыруымыз керек. 17 қызыл, 16 көк, 14 ақты аламыз. Одан кейін барып, менің қорабымда 23 сары мен 29 көк қалды. Сұрақ, менің жағдайым көп болу үшін, нелерім көп шар алуым үшін, сарыдан бастайын ба, енді көктен бастайын ба деген сұрақ қойыңызшы. Сары шарларды алып бастайын ба, көк шарларды алып бастайын ба? Көк шарды алып бастайын, өйткені мен ең көп жағдайды қарастыруым керек. 29 көк аламын мен, балалар. Бір көк алып, одан сары алып кетуіме болатын еді, бірақ мен ең жолым болмаған жағдайды қарастырамын. Алып жатырмын, көк шығады, алып жатырмын, көк шығады, сары шықпайды. 29-ны алғаннан кейін барып, енді қорапта тек қана сарылар қалды. 23 үштік сары қалды. Қалай салсаң да, былай салсаң да, былай салсаң да қолыңды, или мынандай стаканмен салып алсаң да, шарды, сенде уже сары шар шығады. Сонда бір рет ассақ, енді сары шар. Мынаның бәрін қосатын болсақ, мына 30, 60, 77 деген сан шығады. Ой, 53 дейді. Енді мына жерде мынандай сөз бар екен, балалар. Мына есепте мынандай сөз бар екен. Міндетті түрде көк немесе сары дейді. Бізге екеуін де алдырып тұрған жоқ екен. Көк және сары десе 77 болатын еді. Енді ары қарай ойланамыз. Біз мыналарды алып келдік. Одан кейін 17 плюс 16 плюс 14 деп алып келеміз. Қосу. Енді қорапта балалар бізде сары мен көктер ғана қалды. Енді бір рет алсаң болды екен уже. Түсіндіңдер ме? Мына жерде екеуін де алу керек десе, онда 77. Ал егер біреуін ғана алу керек болса, қорапта сарылар мен көктер қалса тек қана. Енді любойын алсаң сары шығады или көк шығады. Бізге әйтеуір біреу болса болды екен. Сонда мынаның жауабы 30, 48 болады екен. Балалар түсінікті ме? Мына жақтан мен ары қарай не істеп кеттім жаңа жерде. Мына жердегі немесе деген сөз есептің мағынасын өзгертіп тұр. Ары қарай кеттік. Қорапта ақ түсті 7 ойыншық. Енді мынау оңай. Ықтималдықтың формуласын саламыз. Қайрат Нұртас. Үстіне бізге керек элементтер астына барлығы әйтеуір. Бізде барлық қанша ойыншық десе, 7 ойыншық, 8 ойыншық, 5 ойыншық. Ақ, көк, жасыл түсті. Барлығын қосатын болсақ, бізде қанша шығады? 20 шығады да. Ал кездейсоқ алынған ойыншықтың жасыл болуының ықтималдығын тап деген жасылдар керек екен бізге. Жасыл түстілер 5. Сонда 5-ке қысқарып жерсең 4-тен 1. 4-тен 1 деген 0,125. Елімізге 3 мемлекеттен тауарлар әкелінді. Олардың 30% Германиядан, 47% Италиядан, қалғаны Түркиядан. Қалғаны қанша пайыз? 30%, 47% ана жақтан болса, 100-ден азайтамыз.
отызға 47-ні қосып, сонда 77-ні азайтамыз. 23% Түркия екен ғой сонда. Кездейсоқ бір тауардың Түркиядан әкелінген болу ықтималдығын табыңыз. Барлығы 100 тауар әкелінсе, соның 23-і, яғни 23% деген сол ғой, е нұсқасында екен. Екі фабрика бас киімдер өндіреді. Бас киімді бірінші фабрикада өндіру ықтималдығы 0,45-ке тең. Өзі екі фабрика өндіреді екен. Бірінші фабриканың несі ықтималдығы балалар 0,45. Сендерге сұрақ қойсам, екінші фабриканың өндіру ықтималдығы қанша десем? Өзі екі фабрика өндіреді. Оныкі қалғаны 0,55 енді оның ықтималдығы. Яғни мынау 45%-ны өндіреді. Әңгіме мынандай 45%-ны өндіреді, мынау 55%-ны өндіреді деген нәрсе ғой. Енді айтады, екінші фабрикада өндірілген бас киімнің сапалы болу ықтималдығы 0,8. Оннан 8 деген. Енді айтады, біз сұрақ қойсақ, барлығы 100 не өндірілсе, бас киім өндірілсе, соның қаншауы екінші фабрикада өндіріледі? Мен сендерге сұрақ қойсам, 100 бас киім өндірілсе, соның 55-і екінші фабрикада өндіріледі. Енді сұрақ неяқта айтады енді. Екінші фабрикада өндірілген бас киімнің сапалы болу ықтималдығы 0,8. Яғни қанша пайыз? 0,8 дегенің қанша пайыз? Өндірілгендердің қанша пайыз сапалы болады? 80%. Сонда 55-тің сен 80%-ын тапсаң, 80% қаншаға тең? 44-ке тең, е? Демек, 100 бас киімнің 44-і екінші фабрикада өндіріледі, еще сапалы болып шығады екен. Түсіндіңдер ма? Енді бізден сұрайды, сапалы бас киімнің екінші фабрикада өндіруінің ықтималдығын табыңыз. Барлығы 100 деп біз есептедік. Оның сапалылары екінші фабрикадан шығатындары 44. Сонда 100-ден 44 деген жауап А нұсқасында тұр, соны белгілейміз. Түсіндіре алдым ба? Түсіндіре алдым ба? Марафонға 52 адам қатысты. Так, 0,8 түсінбей қалдым. Мынандай ғой. Екінші фабрикада өндірілген бас киімнің сапалы болу ықтималдығы 0,8. Әділет қара. Жалпы 10 бас киім өндірілсе, бағанасы мынандай ғой. 10 бас киім өндірілсе, мынандай. Е? Бас киімдер. 13 штук өндірілсе, соның 8-і. 0,8-і сапалы. Яғни, 10 штуктың 8 сапалы. Мыналар сапалы, екеуі бірақ болып шығады екен. Екеуі бірақ. Түсінің ба? Сапалы, бірақ. Екеуі бірақ. Сонда сапалылар қанша пайыз десең, енді 80% ғой. 10 бас киімнің 8 сапалы болса, қалған 20 сапасы, яғни 80% сапалы болып шығады. Түсінің ба? 22:00-ге дейін бола ма дейді. Жоқ, одан ары болады. Әсел. Асығысың ба, Әсел? В общем, кайф есептер барлығы. Марафонға 52 адам қатысты дейді мына жақта. Ол қатысушылардың ішінде Ержан да бар. Әр қатысушының киіміне реттік нөмірлері жабыстырылған болса, Ержанның киіміне жай санның жазылу ықтималдығын табыңыз. Жаңағы есебіміз бар ғой, 52 адам, барлығы 52, 52-ке дейінгі жай сандарды қанша екенін табу керек. Енді 52-ке дейінгі жай сандарды біз бағана жазып кеттік мына жақта. Міне. Мынаған дейін, мыналарды санау керек бізге. Қанша? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-да. 11 ғой. Еще бізде мына жақта 11-ден басталып тұр.
11-ден басталған 11 екен. 11 сан. Еще бізде бір таңбалы сандар бар да. 2, 3, 5, 7 деген. Төртеу, бізде бір таңбалы сандар нелер? Жай сандар төртеу. Сонда 15 барлығы да. 52-ден 15 деген жауап Б нұсқасында тұр. Соны белгілеп кетеміз. Болды. Сандарына кез келген бір сан таңдап алынды. Осы санның жай сан болу ықтималдығын табыңыз дейді. Тақ сандар балалар көріп отырсың ба? 7, 9, 11 деп. Жалпы санай салайық енді. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 10 болды. 27, 29, 31, 13 болды. Барлығы 13 екен. Барлығы 13. Жоқ, мынау сандарынан кез келген бір сан таңдап алынды дейді. Мен барлығын санап жатырмын. Балалар. Барлығын санап, тақ сандарды санап жатырмын. Енді жай сандарды санайық. Жай сандарды санайық, немесе жатпайтындарды айтыңдар маған. 9 жатпайды. Тағы қайсы жатпайды. 15 жатпайды. 17 жатады, 19, 21 жатпайды деген сияқты ше. 25 жатпайды. 27 жатпайды. Болды ойдың. 5 сан жатпайды да. Сонда 8 олардың саны. 13-тен 8 калькулятормен бөліп жерсеңдер жауап шығады. 8 бөлінген 13 деп есептесеңдер. 0,61, 615 шығады. Сонда жуықтасаңдар мынаны 0,62 деген нұсқасын аламыз. Жуықтағанда 61 болу керек. Неғып 0,62 деп жазып болған. 650-ге дейін болса, онда 0,62 болады ғой. 61 болады ғой деген. Жоқ, қате айтам. 15 деп тұр ғой. 62 ол кете береді. Бестен үлкен болса, яғни 0,616 болса, онда 0,62 болатын еді. Енді 14 болса 0,61 болатын еді. Білмеймін, ол маңыз қатты маңызды емес енді. 18 неге кірмейді? Тақ сандарды алып тұр бұяқта. Қарасай 7, 9, 11 деп кететін тақ сандарынан кез келген бір сан таңдап алынды. Осы санның жай сан болу ықтималдығын табыңыз. Біз тақ сандарды ғана есептедік, 13 сан. Ал соның 8-і, тақ сандардың ішіндегі 8-і, олар жай сандар екен. Тақтада 8 парақшада мынадай сандар жазылған дейді. Жазира парақшаның ішінен кездейсоқ бір парақшаны таңдағанда парақшадағы санның цифрларының қосындысы 9-ға бөліну ықтималдығын табыңыз. Барлығы қанша дейді? 8 парақша. Цифрлардың 9-ға бөліну ықтималдығы. Мынау келеді. Мынау 9-ға бөлінеді. Цифрлардың қосындысы мынау бөлінеді. Мынау ше бөлінеді. Мынау бөлінеді. Мынау ше бөлінеді. Мынау бөлінбейді. Мынау бөлінеді да. Сонда 7-еу бөлінеді деген 8-ден 7. Или мен қателестім ба? 233 бөлінбейді дейді. 8 болып қалады екен ғой да. Бөлінбейді екен, иә. Мынау бөлінеді. Мынау бөлінеді. Мынау бөлінеді. Бөлінеді. Сонда 6 ғой, 3-тен 4-тен 3. 4-тен 3 деген жауап белгілейміз. Е нұсқасында тұр. N және M әріптері кез келген ретпен жазылған M әрпінің соңында жазылу ықтималдығы 50% ғой, 2-ден 1. Өзі барлығы 2 сан жазылуы мүмкін соңына. Соның біреуі бізде M. Бізге керегі 2-ден 1.